Сыктывкар қаласының тұрғындары, яғни Гайквичтер отбасысы үшін теңізге сапар қорқынышты трагедиямен аяқталды. Ольга және Вадим туыстарының үйіне демалысқа аттанады. Олар Азов-Строминская автожолымен Аудыкке қарай Ауди көлігімен жүрді. Көліктің артқы орындығында тағы бір отбасы отырған еді. Дәлірек айтқанда, Вадимнің ағасы Михаил, жұбайы және кішкентай сәбиімен бірге болды. Олар жолдың көп бөлігін аман-есен жүріп өтті, және межелі жерге небәрі 150 шақырым қалғанда күтпеген жағдай орын алды. Жолдың 11-ші шақырымында кірпіш тиелген КамАЗ қарама-қарсы жолдан олардың қасынан зулап өтіп кетеді, және кенеттен тіркемеден бірнеше кірпіш ұшып кетті. Олардың бірі тікелей көліктің алдыңғы әйнегіне келіп соғылып, 29 жастағы Ольга Гайквичтің шекесін жарып жібереді. Видеорегистратор жазған видеода 3 килограммдық кірпіш қыздың маңдайын жарғаннан кейін жолаушылардың үрейленіп айқайлағаны естіледі. Ольга ең ауыр ашық ми жарақатын алды. Қыз Азов орталық аудандық ауруханасына жеткізілді. Онда ол есін жимай, 2 сағаттан кейін қайтыс болды. Алдыңғы әйнектің және марканың жолаушылар жағында арнайы кесілген тікбұрышты тесік сияқты сынық орын қалды. Бір қызығы, КамАЗ жүргізушісі оның кесірінен қайғылы оқиға болғанын байқамады, және ештеңе болмағандай әрі қарай жүре берді. Болған оқиғаның куәгерлері оны қуып жетіп не болғанын түсіндіреді, бірақ жүргізуші қолын бұлғап кетіп қалды. Кейінірек жол полициясы Азовтан жүк көлігін тауып, жүргізушіні ұстады. Оған қатысты абайсызда адамның өліміне әкеп соқтырған жол ережесін бұзу бабы бойынша қылмыстық іс қозғалды. Тергеу органдары жүк көлігі жүргізушісінің жүктің орналасуын, бекітілуін және жай күйін бақыламағаны үшін кінәлі деп санайды.